Барлықтарыңызға қайырлы күн қыздар. Бүгін сіздерге өте ерекше нанның рецептімен бөлісемін. Салмасы сарымсақтан тұрады. Өте керемет болып шығатын нанның түрі. Видеоны көрместен бұрын каналыма подписаться етуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен біз нанның ашытқысын дайындап аламыз. Ол үшін жылы суға ашытқы, ұн және де аздап шекер салып, жақсылап араластырып, бетін жауып, жылы жерге қойып қоямыз. Енді үлкендеу шұңқыр ыдыстың ішіне сүт, еріген сары май және де су құйып, үстінен тұз, шекер салып, жақсылап, тұз бен шекері ерігенше жақсылап тағы да араластырамыз. Араластырып болғаннан соң үстіне керегінше аз-аздан ұн салып, осылай қасықпен араластырамыз. Қолға жабыспайтын жұмсақ қамыр илейміз. Арасында дайын болған дрожжімізді құйып, араластыруды жалғастырамыз. Дайын болған қамырымыздың бетін жақсылап жауып, 2 сағатқа жылы жерге ашытуға қалдырамыз. Ашып шыққан қамырымызды дәл осы видеодағыдай бірнеше ұсақ бөліктерге бөліп, суалылар жасап, 20 минутқа тағы да демалдыруға қалдырамыз. Осы уақыт аралығында нанның салмасын дайындаймыз. Ол үшін бөлме температурасында еріп тұрған сары майдың үстіне осылай сарымсақты майдалап саламыз. Сосын укропты қалауларыңыз бойынша көп қоссаңыздар да болады, аз қоссаңыздар да болады. Мен көбірек қостым. Дайын болған салмамызды осындай пищевой пленкаға салып, немесе үйде барып пленкаларыңызға салып дайындасаңыздар бола береді. Тынып шыққан нандарымызды табамызға қойып, бетіне жұмыртқасын жағып, сарысын жағып, дәл осы видеодағыдай пышақпен ортасын кесіп шығамыз. Кесілгеннің ортасына дәл осы видеодағыдай салмаларын салып шығамыз. Салмаларын салып болған соң 250 градуста қызып тұрған пешке 30 минут бойы пісіріп аламыз. Міне қыздар, біздің ыстық нандарымыз дайын болып пісіп шықты. Барлықтарыңызға осы рецепт бойынша жасап көруге кеңес беремін. Егер видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий қалдырып, каналыма подписаться етуді ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға ас болсын.